Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? YouTube арнама сіздерге өзіңді еш себепсіз жақсы көр, өзіңді қабылдау атты практика тақырыптары бойынша сіздерге сабақ салған болатым. Енді мынау осы өзіңді қабылдау техникасына жайлы, өзіңді қабылдау проработкасына жайлы сіздерге тағы бір тақырыпты, өзекті бір мәселені салайын деп отырмын. Қабыл алыңыздар, мүмкіндігінше лайк басып, комментарий жазып, энергия обмен жасап отырсаңыздар, бұдан да керемет күшті сіздерге тақырыптар салатын боламын. Ондай болса, бізде жалпы психология бағыты бойынша психология саласында гештальт терапия деген бар. Яғни біз өзіміздің гештальтымызды жабу. Енді көп адамда бала кезден келе жатқан бір гештальттар жабылмай қалғанда, и сол нәрсенің біздің негізі ішімізде апан бар. Біз сол апанды толтыру үшін қазір эмоциональный покупка деген нәрсе өте көп болып жатыр адамдардың арасында. Сол эмоциональный покупканы жасаймыз да, қаншама қарыз кредитке кіріп кетіп жатқан адамдардың саны қазіргі таңда почти 90% деп айтсақ та болады, өте көп. Ер адамдардың өзі қаншама кредитке машина алып жатыр, айлығы жетсе де жетпесе де. Қаншама ханымдардың өзі ретро-срочка деп жатыр, қаншама жаңадай қаржылай сауаттылықтың жоқтығының кесіріне қаншама адам эмоциональный покупка жасап жатыр. Себебі біздің кішкентай кезімізде мына гештальттың жабылмағандығынан. Сол үшін сіз қазір ересек адам ретінде өзіңіздің өміріңізге осы практиканы қолданып көріңіз. Нәтижесін кері байланыс жасап міндетті түрде бөлісіңіз. Себебі егерде өзіңіз терең ары қарай проработканы жасағыңыз келіп жатса, жекеме хабарлассаңыздар болады, жекеме шығып, и осы практиканы тереңірек жасауға мүмкіндік бар. Ал енді қазір мен сіздерге мүмкіндігінше сіздерге қолжетімді болсын деп тегін осы ақпаратты беріп отырмын. Мүмкіндігінше өзіңіздің өміріңізге қолданып көрсеңіздер болады. Ал онда кеттік. Қазір терең тыныс аламыз. 4-7-8 деген техникам бар менде. Осы терең тыныс алу техникасын терең 4 рет ішке тартамыз, 7 рет ұстап тұрамыз, и 8 рет ұзағынан шығарамыз. Осы техниканы қазір мүмкіндігінше бұл практиканың барлығын қыздар ешкім жоқ жерде тек жалғыз өзіңіз отырып жасаған өте дұрыс. Сізді ешкім азалмау қажет. Сіз бұл енді терапия деген нәрсе, ол жаңадай проработка жасау, ол оңай дүние емес. Адам өзінің тыныштықта уайымдамай, ешкім мазаламай, жалғыз өзі отырып жасаса, өте керемет нәтижені көресіз, Алла қаласа. Сол себепті мүмкіндігінше жеке өзіңіз бөлмеге барып, ыңғайлы отырып, көзіңізді жұмып, терең тыныс алыңыз. 3 рет терең тыныс алып, и өзіңіз жаңадай ойша елестетіңіз. Сіз қазір өзіңіз кішкентай сәби кезіңізге барыңыз. Терапияны онда бастайық, Сіз өзіңіз қазір кішкентай сәби кезіңізге барыңыз. Сәби кезіңізде өзіңіз тұрған үйіңізге, ауылыңызға, мекеніңе саяхат жасаңыз. Үйіңізге бардыңыз. Үйіңіздің есігінің алдында үйдің есігін ашыңыз. Есігін ашыңызда өзіңіздің бөлмелеріңіздің барлығын аралап шықсаңыз болады. Көз алдыңызға елестетіңіз. Қандай бөлмелер болды? Қай жерде сіз ұйықтаушы едіңіз? Қай жерде сіз сабақ оқушы едіңіз? Қай бөлмесіге қатты ұнайтын? Сол өзіңіздің қалаған орныңызға барып, жайғасып отырсаңыз болады. Қазір жайғасып отырып, өзіңіз көз алдыңызға елестетіңіз. Сіз кішкентай кезде ең бірінші мейірім махаббаттан бастайық, Сіз кішкентай кезіңізде ата-анаңыздан, әкеңізден, анаңыздан қандай қолдау күттіңіз? Соны елестетіңізші. Сіз сол қолдауды мейлінше толыққанды ала алдыңыз ба? Жоқ, ата-анаңыз ылғи жұмыста,
не болмаса сіз екінші, үшінші бала болдыңыз ба, или бірінші бала болдыңыз ба, мейірім махаббат сізге жетпей қалды ма? Сол мейірім махаббатты мейлінше екі қолыңызбен құшақтап отырып, көз алдыңызға елестетіп жасаңыз. Әкешім, сөйлесіңіз. Мен даусымды естіп отырсаңыз, мейлінше өзіңіз көз алдыңызға елестетіп отырып сөйлесіңіз. Әкешім, мен сізден осындай мейірім махаббатты күттім, қолдауды күттім. Сіздің жарайсың қызым деген сөзіңізді күттім. Егерде сізге әкеңіз толыққанды махаббатын берсе, қолдауын берген болса, әкемізге алғысымызды айтамыз. Әкешім, сіз мені ылғи да қолдап отырдыңыз. Қандай жетістікке жетсем де сіз мені қолдап отырдыңыз. Әкемізді терең дем алып жібереміз. Екінші, анамызды көз алдымызға елестетеміз. Анамыздан қандай қолдау күттіңіз? Анаңыздың мейірім махаббаты сізге қаншалықты жетпеді? Анаңыздың сіздің мақтағанын күттіңіз бе? Анаңыздың сіз бес алып келген кезде жарайсың қызым деген сөзін күттіңіз бе? Жоқ, сіздің әрбір жасаған іс-әрекетіңіз, жасаған тамақтарыңыз сол нәрсені мақтаса екен деп күттіңіз бе? Қандай қолдау күттіңіз? Не нәрсе болды анаңызбен араңызда, қарым-қатынаста? Сол нәрсенің барлығын өзіңізге беріңіз. Егер де ренжіген сәттеріңіз болса, өзіңізге мүмкіндік беріңіз. Ренжіңіз, айтыңыз. Анашым, мен сізден осы мейірім махаббатты күттім. Бірақ мен сізден мейірім махаббатты сол кезде ала алмадым. Себебі сіз жұмыста болдыңыз. Не болмаса үшінші балаға көңіл бөлдіңіз. Жақсы, түсіндім, қабылдадым. Мен қазір ересекпін. Мен қазір ересек баламын. Мен мейірім махаббатты мен өзімде бере аламын. Мен сол нәрсені саналы түрде түсіндім. Мен сізге разымын. Сіз мені өмірге әкелгеніңіз үшін разымын. Сіз мені қаншама күндер, түндер, айлар, жылдар бағып-қағып өсіргеніңіз үшін разымын. Мен сізге бар мейірім махаббатпен мен сізді өзімнің бойымнан босатамын. Әкешім, анашым, мен сіздерге разымын деп бар мейірім махаббатпен босатамыз. Жібереміз. Тағы қандай адамдардан сіз өміріңізде қолдау күттіңіз? Көз алдыңызға елестетіңіз де, осы практиканы тағы да ары қарай қолдансаңыз болады. Енді көз алдыңызға сіз не нәрсені алғыңыз келді кішкентай кезіңізде? Ойыншыққа құмарыңыз қанбады ма? Қандай ойыншық ұстағыңыз келді? Менің парақшамда енді ер адамдар да бар екен. Сұраныс жасап жатыр, кері байланыс жасап жатыр. Ер адамдар, қандай машина ойнағыңыз келді? Кішкентай кезіңізде қандай ойыншықтармен ойнағыңыз келді? Қандай ойынды ойнағыңыз келді? Қандай спорт секциясына қатысқыңыз келді? Не нәрсені сіз қаладыңыз өміріңізде? Не нәрсеге қолыңыз жетпей қалды? Сол нәрсені барынша беріңіз. Прям өзіңізді құшақтап отырып айтыңыз, түсіндіріңіз. Сол нәрсеге қатысқан сияқты, сол нәрсені қолыңызға алған сияқты сезініңіз. Сол нәрсемен ойнап жатқан сияқты сезініңіз. Қыздар, қандай ойыншықпен ойнағыңыз келді сіз кезінде? Сол ойыншықты өзіңізге ойша алып беріп, сол ойыншықпен ойнаған сияқты сәтті елестетіңіз. Бар мейірім махаббатыңыз қанғанша, осы нәрсені көз алдыңызға елестету арқылы прям кішкентай ішіңіздегі сәбиді қуантыңызшы. Не нәрсе келді есіңізге түсті? Мүмкіндігінше сол затты алып беріңіздер. Енді терең демаламыз да, бүкіл ойыншықтың барлығын алып бердік, мейірім қанғанша ойнадық, саналы түрде түсінді, бала қабылдады. Прямо жан дүниеңізге легкость келеді, жеңілдік келеді, рахаттанып қуанасыз. Даже мен сіздерге терапия жасап отырып, қазірдің өзінде менде сондай керемет күшті сезім келіп жатыр. Прямо жаным қуанып жатыр.
шынымен де мына миым мүмкін екен ау деген нәрсе келіп жатыр да менің миыма. Осы нәрсені міндетті түрде сіздер де сезінесіздер. Сіздер де жасай аласыздар, сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Енді келесі бөлім, сіз не нәрсе жегіңіз келді? Не нәрсені қатты қаладыңыз прям бала кезіңізде? Қай нәрсеге прям жаныңыз сол нәрсені жей алмай, қиналып, шіркін-ай, мен тәтті конфет көп жесем ғой сол кезде. Балмұздақ көп болғанда ғой. Напиток па, не нәрсе тәтті ғой, енді баланың құмары тәттіге болады. Не нәрсені жегіңіз келді, сол нәрсені ойша алып беріп жеңіз. Прям құмарыңыз қанғанша сол нәрсені жеңіз. Армандаңыз, қабылдаңыз. Өзіңізді қуантыңыз, өзіңіздің қалауыңызды жасап беріңіз. Енді сіз көз алдыңызға өзіңіз қалаған қарым-қатынас, достарыңызбен қарым-қатынас. Енді бала кезде көбінесе бала позициясында болғаннан кейін балалар бір-бірімен көп ұрсып қалатын, көп ренжісіп қалатын. Сол қарым-қатынасты сіз дәл қазір түзеуге мүмкіндігіңіз бар. Қасыңыздағы көршіңізбен ұрысып қалдыңыз ба, ренжісіп қалдыңыз ба? Көз алдыңызға елестетіңіз, көз алдыңызға елестетіп, сол кішкентай кездегі сәбиге барыңыз. Сол сәби, сол жаңағы құрбысымен, досымен татуласып жатқанын, бір-бірін прям құшақтап жатқанын, болды енді мен есейдім, ол кезде мен бала болыппын, мен ол кезде түсінбеппін. Прям сол нәрсені айтып, бір-біріңізбен татуласыңыздар. Бір-біріңізбен күшті, жақсы қарым-қатынасты қабылдаңыздар. Терең демаламыз. Тағы қандай нәрсені өзіңіз ойша ойлап көріңіз. Не нәрсені жасағыңыз келді, сіз бірақ дәл осы уақытқа дейін қолыңыздан сол нәрсе келген жоқ. Сол нәрсені сіз жасай алмай қалдыңыз, өкінішке орай. Енді ересек позициясында сіз өзіңізге бүкіл өміріңіздегі гештальттарды жабу үшін осындай керемет сәт туып тұр. Осы керемет сәтті, мүмкіндікті пайдаланып, қазір өміріңізге қолданып көріңіз. Терең демаламыз. Жаймен көзімізді ашамыз, қыздар, жігіттер. Бұл техниканы жасау барысында сіздің өзіңіздің кішкентай іштегі сәбидің гештальтын біз жаптық деп есептейміз. Егер де өзіңізге осы техника ұнап жатса, есіңізге түскен сәтте ойша өзіңіздің гештальттарыңызды жауып, мына іштегі апанды толтырып, біздің ішіміздегі апан әлі толмағанда қуыс кеуде болып тұр. Қуыс болғаннан кейін қазір біз эмоциональный покупка жасап, көп нәрсеге кіріп жатырмыз. Көп нәрсені дұрыс жасай алмай жатыр адамдардың барлығы. И вот именно сол нәрсені дұрыс қабылдап, дұрыс орындағаннан кейін сіздің мына ішкі апаныңыз орындалады, толыққанды мынау жан дүниеңізде рахат сезім келеді. Содан кейін барып бізде уже ешқандай жаңағыдай эмоциональный покупка жасамаймыз. Өмірімізде шынайы, бақытты бір сезінетін боламыз. Ал енді бүкіл арманыңыздың барлығын орындап болсаңыз, біздің жанымыз кәдімгідей шынымен де еркіндікке шығады. Сіз ойлаған қарым-қатынастар реттеледі, сіз ойлаған үйіңізді де аласыз, сіз ойлаған көлігіңізді де аласыз, сіз ойлаған қаржылай еркіндікке де шығуға мүмкіндігіңіз болады. Сол себепті осындай техникаларды, проработкаларды өзіңізбен жұмыс жасап, шынымен де басқа біреудің бір вниманиясын күтпей, басқа біреудің «Ей, сен жарайсың, сен кереметсің» деген сөзін күтпей, өзіңізді өзіңіз қанағаттандырып, өзіңіздің өміріңіздегі шынайы бақытты өзіңізге толықтыра аласыз деп түсіндіргім келді сіздерге. Егерде қыздар,
біз ересек позициясына өтіп, ішімізде жабылмай қалған гештальттарды осындай техникалар арқылы жабуға болатынын шынымен де сіз қабылдай алсаңыз, түсіне алсаңыз, онда шынымен де керемет. Міндетті түрде өмірлеріңізге қолданып көріңіздер. Сіздер үшін өте қайырлы білім болсын. Алла қаласа, егер де дәл осындай сәттер жараңыздың ашылып, одан әрі толықпай жатса, одан әрі қиындық тудырып жатса, жекеме хабарласып, жекеме жаңағыдай жұмысты жасасаңыздар болады. Терең ол жерде арнайы кәсіби маманмен өздеріңіздің жаңағыдай жұмыстарыңызды ішкі бала позициясындағы жарақаттарыңызды емдеуге үлкен керемет мүмкіндік болады. Сіздеріңізге сәттілік, қайырлы білім болсын баршаңызға. Мүмкіндігінше комментарий жазып, лайк басып, жақындарыңызға жіберсеңіздер де болады. Сәттілік сіздерге.